Егер сіз осындай жағдайға түскен болсаңыз, дереу психологтың көмегіне жүгініңіз. Бұл өте қауіпті нәрсе. 10 жыл бірге тұрамыз, 3 баламыз бар, мен әйеліммен бүкіл жағдайды жасадым, бірақ ол үйтпеді, бүйтпеді, сөйтпеді деп әңгіме айтып жатыр. Мүмкін жұбайыңыздың өмірінде басқа біреу бар. Сырттан біреу тапқаныңыз үшін әйеліңізден мін іздеп жатсыз, соны сылтаулатып ажырасқыңыз келіп жатыр. Сөйтіп не істейсіз? Әр 4-5 жыл сайын әйел ауыстырасыз, 4-5 жыл сайын күйеу ауыстыра бересіз ба? Әрине емес. Бір-біріңіздің көзіне шөп салмаңыз. Шешілмейтін проблема жоқ, артық кетіп қалмаңыз. Егер жұбайыңыз күтпеген жерден мін тағып тырнақ астынан кір іздей бастаса, сіздің әр шаруаңызға, әрекетіңізге тиісе бастаса, сізге қайта-қайта шағымдана беретін болса, күтпеген жерден онда абайлаңыз. Мүмкін жұбайыңыздың өмірінде басқа біреу бар. Көп жағдайларда ерлі-зайыптылар қарапайым жап-жақсы қарым-қатынаста жүріп, сырттан біреуді ұната бастайды. Сырттан біреуге ғашық болып қалады, сырттан біреумен кездесе бастайды. Және біріншіден сол кездесулерін ақтап алу үшін, сол кездесулерін жабу үшін, сол кездесулердің жауапкершілігін басқаға жүктеу үшін не істейді? Қасындағы жұбайынан мін іздей бастайды. Кемшілік іздей бастайды, қателік іздей бастайды, қайта-қайта шағымданады. Сөйтіп іштей өзін ақтауға тырысады. Көрдің ба, сен осындайсың, сол үшін мен мына кісімен кездесіп жатырмын. Көрдің ба, сен осындай жамансың, сол үшін мен ана кісіге ғашық болып жатырмын. Көрдің ба, сен осындайсың, сол үшін мына адаммен мен кездесіп жүрмін деп өзін ақтайды. Үшінші нәрсе, жұбайынан, жолдасынан, мейлі күйеу, мейлі әйел болсын, екеуіне де бірдей мін іздей бастаған, кір іздей бастаған кезде ол не істейді? Мына жақта өзінше тырнақшаның ішінде бір идеалмен салыстыра бастайды. Мынаған қарайды, жылы шаймен күтіп алады, мынаған қарайды, қабағы түйіп жүреді. Мынаған қарайды, үнемі ілтипат айтып жатады, мынаған қарайды, бір жылы сөз жоқ. Мынаған қарайды, әп-әдемі сып-сый болып жүреді, мына жақта халатпен, рубашкамен, пижамамен жүре береді. Сөйтіп екеуін салыстыра отырып, мына жаққа тартыла береді. Бұл жағдайларды мен жайдан жай айтып жатқан жоқпын. Жақында мынандай бір 2 кейс болды. Біреу ер азаматқа байланысты. Ер кісі консультацияға келеді, сөйтеді, мен әйеліммен ажырасқым келеді дейді. Жақсы, болуы мүмкін. Не болып қалды деймін? 10 жыл бірге тұрамыз, 3 баламыз бар, мен әйеліммен бүкіл жағдайды жасадым, бірақ ол үйтпеді, бүйтпеді, сөйтпеді деп әңгіме айтып жатыр. Енді мен қанша жылдық тәжірибесі бар психолог болғаннан кейін қарап отырсам, әйеліне тағып жатқан міндер, әйелі туралы айтып жатқан кемшіліктер ажырасатындай мәселе емес. Сөйтіп ұсынып жатырмын да енді, жақсы, болуы мүмкін, енді әйеліңізді шақырсаңызшы, бірге жұмыс істейік, түзелейік, өзгертейік, бір мәмілеге келуді қолға алайық. Жоқ, ол өзгермейді, жоқ, ол адам болмайды, жоқ, маған уже керек жоқ, мен әбден шаршадым дейді. То есть проблеманы айтып жатыр, бірақ проблеманы шешуден қашып жатыр. Сөйттім да, сондай дедім да, что-то не то, біраз әңгімелесеміз, одан кейін айттым да, тоқтаңызшы дедім да, сізге бір ашық сұрақ қойыншы, айып етпесеңіз. Иә, айта беріңіз, не болды Ереке дейді. Сөйтіп айтамын, сіздің өміріңізде біреу бар ма деймін. Сыртта, әйеліңізден тыс. Бірінші деді да, ойланып қалды, одан кейін кішкене күле бастап, қалай біліп қойдыңыз деді. Өйткені сіз әйеліңізден бір проблема туындаған үшін ажырасқыңыз келіп жатқан жоқ. Сырттан біреу тапқаныңыз үшін әйеліңізден мін іздеп жатсыз, соны сылтаулатып ажырасқыңыз келіп жатыр. Сөйтіп, енді психологтың кабинетіндеміз, ол жерде адамдар барынша шынайы болады, тем более конфиденциальность бар. Шын мәнінде, иә деді, дұрыс айтасыз, мен жұмыста бір әйел бар, онымен біраз уақыт жұмыс істедік, жиі өкінішке орай, жиі жеке қалып жаттық, сөйтіп бір-бірімізге бауыр басып қалдық, бір-бірімізді жарты сөзден түсінеміз, бір-біріміз бір бағытта қараймыз, бір-біріміз бір салада еще жұмыс істейді. Бірақ әйеліме келсем, мен бизнес туралы сөйлесе алмаймын, жұмысым туралы сөйлесе алмаймын, бір мәміледе емеспіз, бір темада емеспіз, бір деңгейде емеспіз. Ана әйелмен маған уақыт өткізген қызығырақ деп шағымдана бастады. Көрдіңіз ба? Ал әйелі бейшара байғұс түсінбейді. Неге күйеуім недовольны, неге күйеуім мін айтып жатыр, неге күйеуім проблема айтып жатыр, вроде бәрі нормально сияқты, вроде тырысып жатырмын, вроде істеп жатырмын деп бейшара миы ашып жүр. Екінші кейс дәл осыған ұқсас, бірақ әйел кісі жасай бастайды. Келеді күйеуі мен әйелі, күйеуім маған көңіл бөлмейді, гүл бермейді, уақыт өткізбейді, қанша жылдан бері бір жылдық көрмедім деп шағымдана бастайды. Сөйтіп күйеуіне сөйлеткен кезде,
енді қарапайым қазақтың жігіті ондай бір қатты романтик болмаса да, бірақ ішпейді, шекпейді, ұрмайды, бұғау сөз айтпайды, баланы садикке апарады, әкеледі, бір үлкен табысты болмаса да өзінің деңгейінде бір жұмысы бар. Я романтик емес, я ондай бір сентиментальный емес, окей, бірақ ажырасатындай мәселе емес. Күйеуіңізбен бір сөйлесейік, бір мәмілеге келтірейік, кішкене романтикаға бейімделейік, түзетейік десем, жоқ, керек жоқ, мен шаршадым, құрсын, бұл адам болмайды дей бастайды да. Сөйтіп дәл сеанстың ортасында, ол кезде екеуі келді. Дәл сеанстың ортасында жарап тұрып күйеуіне айтамын, сіз кішкене шыға тұрыңызшы. Давайте жеке-жеке сөйлесейік, что-то кішкене түсініспеушіліктер болып жатыр дедім да. Кімнен бастайық? Разница жоқ, күйеу, әйел, күйеу. Главное, маған керек адаммен жеке қала алу. Сөйтіп сөйлестік, одан кейін әйел жалғыз қалды. Мен айттым, сіз күйеуіңізді біреумен салыстырып жатқан сияқтысыз дедім. Мен бетіне айттым. Қарап тұрды да, неге олай ойлайсыз дедім. Енді айтып жатқан уәждеріңіз шыны керек бір ажырасатын мәселе емес. Оларды түзетейік десеңіз, оларды түзетейік деп жатсам, мүмкіндік бергіңіз келмейді. Ажырасам деп шешім қабылдап отырсыз. Былай ұйқаспайды да бір-біріне, что-то не то. Мүмкін сізде біреу бар шығар дедім. Сөйтті де бір жағынан мұнайды, ұялды, ыңғайсызданды, сөйтіп, біреу бар дейді. Мен біраз жылдан бері бірнеше бала туып декретте отырдым. Сөйтіп жақында жұмысқа шықтым. Жұмысқа барған кезде жаңа орта, жаңа коллектив, внимание, әсіресе ер азамат коллегалар тарапынан внимание. Бәрі костюм шалбарда, бәрі подтянуты, бәрі деловой, бәрі күшті, бәрі продвинут, бәрі мақсаттары бар, бәрі өсеміз, шетел, ел деп жатыр еді. И сол бір коллегамен жиі бірге кофе ішеміз, жиі бірге обед ішеміз, бір-бірімізге прикол тастап отырамыз, бір-бірімізге какой-то бір арамызда бір какой-то бір тоқ пайда болды дейді, короче, электричество прошло между нами деп айтады да. Сөйтіп мен соған қараған кезде оған бір қараймын, күйеуіме бір қараймын, блин деп былай ішім бір түрлі жатады деді да. Көрдіңіз ба? Бұл жерде де басқа біреу пайда болған үшін жұбайымыздан мін іздей бастадық. Жұбайымызды кінәлай бастадық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, егер сіз осында жағдайға түскен болсаңыз, дереу психологтың көмегіне жүгініңіз. Бұл өте қауіпті нәрсе. Бұл айтқан кезде нездоровая тема. Ерлі зайыптылар арасында мәселеде шешілмейтін проблемалар жоқ. Белгілі бір уақыт жұмыс істеп түзелмейтін адам жоқ. Ең бастысы соны қалау, ең бастысы еңбектенуге дайын болу. Ал былай, мынаған көңілім толмады, ананы тауып алайын, анаған көңілім толмады, мынаны тауып алайын деген, бұл сау отбасылық қарым-қатынастың белгісі емес. Айналып келген кезде ертең өкінетін сіз, қиналатын сіз. Және сізге бір шындықты айтайын, ұнатпай жүрген күйеуіңізбен анаған барсаңыз, оны әйел бала-шаға осы алмайды. Ұнатпай жүрген әйеліңізді тастап басқа әйелге барсаңыз, ол белгілі уақыттан кейін әйел болады, белгілі уақыттан кейін быт болады, белгілі уақыттан кейін бала туамын деп ол да үйде отырып қалады, ол да кәсіп жүргізе алмай қалады, ол да сізбен одной волне бола алмай қалады. Сөйтіп не істейсіз? Әр 4-5 сайын әйел ауыстырасыз, 4-5 жыл сайын күйеу ауыста бересіз ба? Әрине емес. Кейбір нәрселерді отбасылық өмірдің бір шындығы, отбасылық өмірдің бір реалии ретінде қабылдау керек. Сол ситуацияны барынша жақсы жаққа қалай бұраламыз, солай жұмыс істеу керек. Жұмыс істеуден қашпаңыз, бір-біріңіздің көзіне шөп салмаңыз, шешілмейтін проблема жоқ, артық кетіп қалмаңыз. Аман сау болыңыз. Менде бүгін сіздермен осы тақырыпты бөліскім келді. Егер видеомыз ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, және пайдалы деп ойласаңыз, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Аман болыңыз, келесі көріскенше.